Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз итмұрын, яғни шиповник өсімдігінің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Тіпті оның құрамында Менделеев кестесінің жартысы бар деуге болады. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданылады. Ал гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. Итмұрынның тамыры, жапырағы, жемісі адам ағзасына өте шипалы. Құрамындағы аскорбин қышқылы қарақатқа қарағанда 10 есе, лимонға қарағанда 50 есе артық мөлшерде болады. Медициналық тұрғыдан итмұрынның құндылығын оның құрамында көп мөлшерде болатын С дәрумені арттырады. Сонымен қатар, итмұрынның құрамында В, К, П дәрумендері, тұқымында Е дәрумені, каротин, қант, сондай-ақ пектинді, бояулық заттар, органикалық қышқылдар, минералды заттар, макро және микроэлементтер болады. Медицинада итмұрынды поливитамин ретінде ағзада дәрумендер жетіспегенде, атеросклерозға қарсы және қан қысымы көбейгенде, қан аздыққа, иммунитетті көтеруге, сынған сүйекті тез бітіретін және бауыр ауруларын емдейтін дәрілік өсімдік ретінде пайдаланады. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 1000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бастыңыз ба? Ендеше жалғастырайық. Итмұрыннан тосап жасайды. Жемісін кептіріп, қыста тұмауға қарсы қайнатып ішеді. Гүлдерін шайға қосып, бұқтырып ішеді. Әдемі гүлдерінің арқасында көгалдандыруда кең қолданыста. Бұтағы тікенекті болғандықтан қоршаудың орнына өсіруге де болады. Итмұрынның шайы антиоксиданттар, флавоноидтер, дәрумендер, С және К минералдарға бай. Диарея ауру кезінде ішуге кеңес беріледі. Халқымыздың ежелден дәрі ретінде қолданылып келе жатқан өсімдіктерінің бірі осы итмұрын. Ол республикамыздың барлық өңірінде, әсіресе таулы аймақтарда көп кездеседі. Итмұрынның 60-тан астам түрі болса, соның 13 түрі дәрі жасау кәсіпорындарында қолданылады. Бізде кең тараған 4 түрі бар. Қоңыр қаралтқым, сопақша қызғылт, тікенді және қара домалақ болып келеді. Осылардың барлығын дәріге қолдануға болады. Бұлар сапасы, дәрілік қуаты жағынан өзара ерекшеліктерге ие. Мәселен, қоңырлары мен қарасы басқа екеуіне қарағанда дәрумендер жағынан 4-5 есеге дейін артық болады. Қызылы мен тікенділерінде 300 бірліктен сәл жоғары болса, қалған екеуінде 1200-1500 бірлік дәрумендер бар. Сондықтан да дәріханалар итмұрын тұнбаларын жасап, түрлі тері сырқаттарына майлар әзірлейді. Итмұрынды күзде піскен кезде жинап, жел қағып тұратын көлеңкеде кептіреді. Таза ыдыста ұзақ мерзімде сақтауға болады. Ал қысқа қалып аяз тұрса, С дәруменінен айырылып қалады. Оның құрамында қант 18, С дәрумені 6%-ға дейін болса, бұл 40-50 есе қарақаттан, 100 есе лимоннан артық деген сөз. Адам осының 5-8 данасын ғана күнделікті аспен бойына сіңірсе, қажетті дәруменді толық алды деп есептеледі. В2. Итмұрынның құрамында В2, П, К, Е, органикалық қышқылдар, алма және лимон заттары, эфир майлары, минералды тұз, темір, марганец, фосфор, кальций, молибден, кобальт, хром, мыс, тағы да басқа заттар көп кездеседі. Итмұрынның дәні ғана емес, жапырақтары мен гүлін де жинайды. Гүлінде эфир майлары көп болса, жапырақтарында С дәрумені баршылық. Күзде тамырын да жинайды. Тамырын турап, біраз қасығын жарты литр суға 10 минут ақырын қайнатып ішсе, бойдағы зат алмасуды реттейді. Жұмыс қабілетін арттырады. Қан құрамын
жақсартады. Түрлі жаралардың жылдам жазылуына ықпал жасайды. Сонымен қатар, өтті айдайтын, зәрді жүргізетін, сұйық болып өтетін ішті тоқтататын, туберкулездің алдын алатын, тәбетті ашатын дәрі десе де болады. Адам күн сайын 2 грамм ұнтақталған итмұрынды жеп отырса, сергектік сыйлап, жыныс қабілетін көтереді. Ұнтақталған дәнді 5 минут ақырын қайнатып, термоста 30-40 минут ұстап, шектеусіз іше берген жағдайда еске сақтау қабілетін жақсартып, ағзалардың жасаруына септігін тигізеді. Осы орайда ескеретін бір жайт, аталған тұнбаны тістің арасынан өткізіп ішуге болмайды, өйткені тістің эмалін кетіретін қышқылдар бар. Адамның жұмыс қабілеті төмендеп, жылдам шаршайтын болса, қан құрамы өзгеріп, өкпеде туберкулез белгілері байқалса, бауыр, өт, қуық, жұмыс ырғағы бұзылып, көңіл күйді бұзатын болса, төмендегідей әдістерді қолданған жөн. Бір ас қасық ұнтақталған итмұрын дәнін 400 грамм қайнап тұрған суға салып, су моншасында 15 минут қайнатады. Бір тәулік бойына бұқтырады. Осыдан әр жолы жарты стақаннан күніне 2-3 рет ішеді. Балаларға осыған бал қосып береді. Итмұрын тамырынан ұнтақталған бір ас қасықты 500 грамм суға 15-20 минут ақырын қайнатып, жатырдан қан кеткен кезде астан бұрын 150 граммнан ішеді. Күніне 3 рет. Жатырда өспе, миома болған жағдайда ұнтақталған дәнінен 1 шай қасық, 1 ас қасық аю бадам, 1 шай қасық бал, талшын ағашының жемісінен 1 шай қасық, жұмыртқа қабығынан жарты шай қасық қосып, бәрін араластырып, күнделікті астан соң жеміс шырынымен ішеді. Қан аздыққа 2 ас қасық ұнтақталған дәннен 500 грамм суға 10 минут ақырын қайнатып, бұқтырып, астан бұрын 150 граммнан қабылдайды. Күніне 3 рет. Зәрді ұстай алмайтын жағдайда 4 ас қасық ұнтақталған дәнді 1 литр суға 30 минут ақырын қайнатып, қайнап бола берген кезде 2 ас қасық гүл ұнтағын салып, тағы да аз қайнатады. Бұқтырып қойып, таңертең, кеш, астан бұрын стақанмен ішеді. Бір емделу барысы 15-20 күн. Көз бұлшықтанып, басқа да жеңіл желпі ауруы болғанда, итмұрын гүлінен 1 шай қасықты 300 грамм суға 15 минут ақырын қайнатып, тұндырып қойып, салқындай көзді жуады. Бетті осы сумен жуса, терінің өңін келтіреді. Итмұрын құрамындағы П және С дәрумендері қыл тамырлардың сыну және жарылу мүмкіндіктерін азайтады. Керілу және созылу мүмкіндіктерін арттырады. Итмұрын арықтауға арналған құралдардың ішіндегі ең пайдалысы. Оның несеп айдайтын, артық сұйықтықты ағзадан шығаратын, бактерияға қарсы және семіздіктен арылтатын ерекше қасиеттері бар. Арықтау үшін итмұрын шайын қалай әзірлеу керектігін білгіңіз келе ме? Ендеше тұнба мәзіріне назар салыңыз. Тұнбаға қажетті заттар 2 литрлік термос, 3 уыс итмұрын жидегі және қайнаған су. Дайындалуы: тазалап жуылған итмұрындарды термосқа салып, қайнаған суды құясыз. 7-8 сағат тұндырып қою қажет. Содан соң дайын сусынды 100-150 мл-ден күні бойына ішесіз. Мұндай тұнба ағзаны сергітіп арықтауға көмектеседі. Таңертеңгі уақытта итмұрын тұнбасына 1 шай қасық бал қосып ішкеннің пайдасы зор. Екінші әдіс қайнатпа. Арықтауға арналған қайнатпаны дайындау үшін 3 ас қасық итмұрын жидегін жарты литр суға салып қайнатасыз. 20 минуттай қайнаған соң итмұрынды езіп 2 сағат тұндырасыз. Сосын қайнатпаны сүзіп, жарты стақаннан тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Шайдың нәтижелі болғанын қаласаңыз, оны дер кезінде дайындаған дұрыс. Сонда итмұрынның барлық пайдалы заттары сақталып, құрамы өзгермейді. Итмұрын диетасы. Итмұрын қайнатпасынан тұратын өте пайдалы емдем арқылы 1 айда 10 келіге дейін салмақ тастауға болады. Нәтижесі таңғаларлықтай. Диетаны 10 күн бойы жалғастыру қажет. Ендеше бастайық. 1 күн. Рұқсат етілген тағамдар: жұмыртқа, сүзбе, майсыз тауық еті. 200 мл балғын итмұрын қайнатпасын
ұйқыдан тұрғанда және ұйықтар алдында ішіңіз. Ал тамақтанудан бұрын 150 мл ішкен дұрыс. Екінші күн, рұқсат етілген тағамдар: теңіз өнімдері, жасыл көкөністер, қияр және қырыққабат, салат жапырағы және аскөк. Арықтау үшін қайнатпаның 1,5 литрін күні бойы ішіп тауысыңыз. Үшінші күн, рұқсат етілген тағамдар: майсыз тауық еті мен айран. Сонымен қатар 5 мезгіл 150 мл итмұрын қайнатпасын ішесіз. Төртінші күн, түрлі салаттар жеңіз, бірақ ас мәзіріне картоп пен авокадо жемісін қосуға болмайды. Бесінші күн, балықты буға, пешке пісіріп жеңіз, қайнатуға да болады. Бұдан бөлек итмұрын қайнатпасын ішуді ұмытпаңыз. Алтыншы күн, алма, ананас, өрік, қара өрік, қышқыл жемістер және басқа да өзіңізге ұнайтын жемістердің бәрін жеуге болады. Бірақ итмұрын қайнатпасын 500 мл ішсеңіз жеткілікті. Жетінші күн, бұл күні дәнді дақылдардан дайындалған ботқаға арнайсыз. Күріш, сұлы ботқалары өте пайдалы. 1 литр итмұрын қайнатпасын ішу керек. Сегізінші күн, қышқыл сүт өнімдерінен тұратын ас мәзірін жасайсыз. Рұқсат етілген тағамдар: сүзбе, айран, майсыз қаймақ, сүт және итмұрын қайнатпасы кіреді. Тоғызыншы күн, бұл күнді магний сульфатымен чубар жасаумен өткізесіз. Сонымен қатар күні бойы 2-2,5 литр емдік қайнатпаны ішу керек. 10-шы күн, бірінші күнгі ас мәзірін қайталайсыз. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеоны өзіңіздің достарыңызға және туысқандарыңызға жіберсеңіз болады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз де болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын.